Балар, сол қонақтар амандасын олайықшы. Ақылдар жасап. Үлкен елдерсіз, кіші елдерсіз, баршаңызды құрметтеп, бас иеміз. Ал балалар, бүгінгі сабақты бастамас бұрын сабаққа кеп дайындалып болыңыздар. Сабақты бастамас бұрын дескриптірмен таныстырып өтейін балалар. Мен алма теру әдісі бойынша сендерді бағалап отырамын. Осы жерден алманы бір-бірден жинап бағаларында аласыңдар. Сонымен қатар сендер жүктімде топқа бөліп жүрген жоқ деген балалар. Қатар-қатар бойынша топтық жұмыс жасаймыз. Балалар? Ол кезде де топты бағалайды. Мына жерден бір-бір мынада неден беріп тұрамын, ең соңында сол топ жеңіске жетеді. Ал олай болса балалар, қазір жылдың қай мезгілі? Қыс мезгілі. Дұрыс айтасыңдар балалар. Енді қыстың қай айы? Қаңтар айы, дұрыс айтасыңдар. Енді қаңтар айының құндылығын түсіріп жіберейікші балалар. Заң және тәртіп. Енді балалар, заң бар жерде, тәртіп болған жерде білім болады балалар. Сондықтан қазір топтық жұмыс жасаған кезде бір-бірімізді сыйлап, балаға сөз айтпай, бір-бірімізбен сыйластықта, ынтымақтастықта жұмыс жасаймыз деген ойдамын балалар. Ең соңында сол топта жақсы қатысып, жақсы жаңағы бір-бірін тыңдап отырған топқа бір жетонды беретін боламын. Енді балалар үйге қандай тапсырма берілді? Кім айтам дейді? Сезім. Топырақ не үшін қажет екенін түсініп оқып келуге берген болатын. Ал кім оқып келді? Кім айтам дейді? Ал абыл келе ғой. Топырақ не үшін қажет? Сен білесің бе, бір шөкім топырақта миллиардқа жуық микроб бар. Топырақ адам өмірі үшін өте маңызды. Топырақта жануарлар да, өсімдіктер де өмір сүреді. Жануарларда олар суыр, тышқан және шұғауышын, басқа да жанды құрттар тіршілік етеді. Біз адамдар топыраққа өсімдік егеміз, өсімдікті қорек етеміз. Сол үшін топырақ біз үшін өте маңызды. Келесі, кім айтам дейді? Кім айтам дейді? Кек болса. Топырақтар адам өміріне, жануарларға және де жәндіктерге өте қажет болады. Олар мен жәндіктерден өрмекші, құмырсқа, шылаушын және тағы да басқа жәндіктерге керек болады. Ал кейбір жануарлар қыстайды, немесе жауыннан қорғанады. Оларға топырақ өте қажет. Сен білесің бе, бір шөкім топырақта миллиардқа жуық микроб болады. Сондықтан біз даладан келген соң қолымызды сабындап жуумыз керек. Келесі, Мұхаммед келеді. Өсімдіктер минерал мен қамтамасыз етеді. Жануарлар мен топырақ жануарлар үшін маңызы зор. Топырақ жануарлардың үйі де бола алады. Сол жақта өмір сүріп қоректенеді. Топырақта үгіп қазылған індерді, мысалы сулаушын, тышқандар қаналайды. Сен білесің ба, бір топырақта бір миллиардтаған жуық микроб бар болады. Өсімдіктің көбі топырақта өседі. Топырақта өсімдікті су мен минералды заттар
Жұмыртқа баса деген, Сонымен қатар топырақ түрлі жануарлар үшін тіршілік ортасы. Жарайсыңдар балалар, жақсы оқып келсіңдер. Енді қазір қыс айы дедік қой балалар, қыс айында ауа райы қалай өзгереді балалар? Не болады? Не істейді? Күн суытады, боран болады, және де қар жауады. Енді қар, жаңа айтқан оқушыларға қардың қиыршық әдісі арқылы сендерге сұрақ қояйын деп отырмын. Мына жерде сұрақтарына кәдімгі жауап береміз. Кәдімгі ұрыспай дауыстар. Балалар, ашып оқып аламыз. Сағынатқа безіп, егер оқып кетті ма? Саған беру керек. Болды, кезек. Шіркін топырақта қаншаға жуық микроб бар? Дұрыс айтасың. Сол үшін не істеу керек? Кім айтады? Не істеуіміз керек? Микроб көп екен. Не істеуіміз керек? Ерасты қолымызды жуымыз керек. Жарайсың ба? Айтсашы. Келесі. Ал, дайын. Сылаушын өлмекші құтысқан жаңағыз. Атында ұмытпасып бұл көрді шыққан. Жарайсың. Ал, айтамын. Бердің ба? Не? Топырақ не үшін қазір топырақ? Өсімдік өсу үшін зәндіктер оның үйір. Дұрыс айтасың. Әтеме дейші. Ал, тұрау. Оқиды, сұрағын бірінші оқы. Айда немесе басқа ғаламторда топырақ бар ма? Топырақ жоқ. Топырақ жоқ па, кім айтады? Бар. Топырақ бар, балалар. Ол жақта топырақ бар. Басқа ғаламшарларда топырақ бар. Ал, келесі. Кім бар ма? Оқиды. Адам үшін қандай маңызы бар? Адам үшін қандай маңызы бар? Топырақта өсімдік өседі. Топырақта өсімдік өседі. Бүкіл осы біздің жаңағы жеп жатқан тамағымыз бар, жаңағы баспана қылып жатырмыз, жануарларда өспей қалады ғой. Етін алып жейміз, сүтін ішеміз, барлығы осы. Керек пе екен енді? Иә, дұрыс айтасыңдар. Тағы кім деді? Топырақ өсімдікті қандай заттармен қамтамасыз етеді? Иә. Сумен, және де тағы да кім айтамын дейді? Тағы кім айтамын дейді? Немен қамтамасыз етеді? Топырақ. Ой, жарайсың, минералмен қосымша жауап берген оқушыларға да жауап берген болады. Қандай келеді? Болма ешкімде жоқ па? Ал, сенде де бар ма? Дұрыс. Жануарларға баспана болады, жаңа айттық, қорғанады жауыннан, және де ыстықтан қорғанады. Тағы да қосасың ба? Иә, сол жерде тіршілік етеді, баспана болады, жақсы. Жарайсыңдар. Ал, айта ғой. Өсімдіктің көбі қайда өседі? Жерде топырақта өседі екен, оқып қойғанымыз көресіңіз. Ал балалар, олай болса, тапсырмасын қандай керемет оқып бересіңдер балалар. Барлықтарын сұрақтарға дұрыс жауап беріп жатсыңдар. Сонымен бүгін біз кешегі сабаққа түсіндік па? Топырақтың не үшін керек екенін, маңызы бар екенін түсіндік па балалар? Сұрақтарға өте жақсы жауап беріп жатсыңдар. Топырақтың маңызын білдіңдер балалар. Олай болса балалар, мен өткен сабақта үйге мақал-мәтел, топыраққа, жерге байланысты мақал-мәтел үйден қосымша оқып беріңдер деген болатынмын. Жаттап келдік па? Кән айта қойшы. Қыз өссе ердің көркі, гүл өссе жердің көркі. Иә, дұрыс. Жеріне жақсы қылғанның тасты дейді қырман. Айта ғой. Соңғы жерге жүріп шыққан шықса да көріп шыққан. Жер адамның бесігі ел бақыттың есігі. Дұрыс. Иә, жерді баптасақ, астық көп болады. Ағаш топырағымен, жер топырағымен. Дұрыс, топырақ құнар болса бізге өсімдік те бар. Дұрыс. Ал. Құс қадірін жеткен, жер қадірін жеткен. Дұрыс, сен айтасың.
тосса тақыр екен. Ер тосса пақыр болып қалады екен ғой. Иә, жер шашаса өнім береді. Сондықтан топырағымыз құнарланып Жер тоқ болса, сен де тоқ. дұрыс айтады. Жер тоқ болса, сен де тоқ дейді. Дұрыс сөз ғой балалар, бердің бе саған? Кісің қарма болса, жерің ылғалды болады. Жерің ылғалды болса, еккенің дәмді болады. Иә, мін дұрыс. Айтасың, айтамын. Жер қазына су. Атайшы. Жер қазына су. Жер қазына, су алтын. Дұрыс айтамын. Жер құтты болсын, мал сүтті болсын. Дұрыс. Сендіктер бар ма? Бағарам келдер ма? Көрген мақал жаттақ келдерсем айтамын. Жер көңді жақсы көреді, ат жеңді жақсы көреді. Дұрыс айтады. Көңді жер жақсы көреді екен. Жер семіздің малы семіз. Иә, жері семіздің, малы семіз. Дұрыс айтасыңдар балалар. Өте тамаша, керемет балалар. Енді балалар, мен сендерге бір тапсырма бергім келіп отыр. Топпен. Кемді топқа мына жерде шуламай, топтың ережесін жасаймыз. Мына жерде бізде топтың ережесі бар. Bir қарап өтейікші топтандар. Топтасқан кезде қарайықшы балалар. Бір-бірімізге көмек береміз, сыңдай береміз, және үйімші боламыз, қол көтеріп, одан кейін уақытты үнемдейміз. Астына жазыңдар, сосын оқисыңдар. Жасамасам да белгі қоямыз. Ayağım kaldı tamam mı? Зерттеу басын сипатта деген балалар. Мына суреттерге қараймыз. Енді балалар, мына сөздерді маған сәйкестендіресіңдер. Енді қараңдар. Бір уыс топырақты таразыға теңгерді. Онда керісінше болып кетті ғой. Керісінше түсіп кетті. Теңгерді, теңестірді деген сөз. Я топырақты қараңдар. Екеуі қандай болып тұр? Тең болып тұр. Енді
Не, буға айналды, дұрыс айтасыңдар аға міне. Буға айналды. Сондықтан жаңағы жеңіл болып қалған себебі сол. Сонда судың құрамында не бар екенін біліп болдық біз? Топырақтың құрамы. Топырақтың енді біз зерттеу жасай көрмейміз. Топырақтың құрамын білуіміз керек қой бүгін біз. Сол топырақтың құрамын білу үшін зерттеу жасаймыз. Қазір енді балалар тәжірибе жасай, сонда зерттеу сұрағы не деп аламыз? Не деп алады екенбіз? Топырақтың құрамында Не болады? Олай болса қазір 3 топқа да тәжірибе беремін. Мынау нелер мынаның ішінде тұра тұрсын, мен салда енді не қоя сала беріп сендерді әнені қоя сала жерге тұрамыз, берді әкелерге топ ретінде болып тұра берші қой. Ал балалар, 3 топқа 3 неге 3 не беремін. Ойбай, 3 топқа да не бердім? Елге көрінсін да, былай тұрсайшы. Не бердім? Топырақ бердім. Бірінші сойылға жаңағы не беремін? Салфетті, бір салфеттілер алыңдар. Екінші топқа стакан беремін. Мына 3 стакан, 3 жаққа, 3 жаңағы. Жетке қаламады, жақынмен тұртмай сөйтіп. Бір-біріне қасықтан алды. Соққанда ресіп қойып аламыз. Енді біреу сені беруші ма, біреуіне ештеңе бермейді. Енді бір-бір уыс топырақты алыңдар, қолдарына салып алыңдар. Сендер бір-бір қасық салыңдар. Қолдан салмайсың. Стаканға бір қасық салыңдар. Бір қасық сал. Бірақ қасық сал жетеді болды. Санатқа жетпей қалса бар жетеді болады. Енді бүйтесіңдер, мә. Мынаның ішіне бір-бірге топырақтан салсаңдар әкел. Жоқ, ішіне салыңдар. Енді тоқтаңдар, енді су құяйық болған. Жарты-жарты. Әкелші стакан. Енді араластырыңдар, балалар, топырақты араластырамыз. Балалар, не болды? Араластырда тыныш болып қой болды. Араластырда тыныш қой салды. Бір рет араластырда ағыл болды. Әкел. Болды, араластырда әкел. Әкел қас. Сендер қолдарын алдыңдар ма? Енді қаттырек қысыңдар енді. Топырақ сендер маған бетін бассаңдар. Бүйтіп қатты басып тұрыңдар, бір шетін бетіңдерді. Қатты басыңдар. Ал, балалар, сендер тиіспеңдер, тұра берсін, сол күйінде. Енді сендер ашыңдарса бүйтіп суда, неде? Мына біздің алғанымыз не ғой? Сүлгі, қағаз сүлгі. Қағаз сүлгіде не пайда болды? Өздерің қараңдаршы, әрбір су пайда болды. Судың топырақтың құрамында не бар екен? Су бар екен. Балалар, қараңдаршы. Басқа топ. Мынаны бүйтіп, мына жаңағы салфеткеге басып еді, су болды. Судың құрамында не бар екен? Топырақтың құрамында. Су бар екен білдік. Келесі сендер тиіспей тұра берсін. Сендер енді қараңдар, бір уыс топырақтарын үлкен болып бет басында? Қатты қысқанда не болды? Кішірейді. Топырақтың құрамында не бар екен? Су бар что? Не бар? Бүйтіп көп болып тұрып, бүйтіп қысып еді, аз болып қалып, не бар екен деп ойлайсыңдар? Ауа, борпылдақ болып тұр ол басында. Енді не дейді? Ауа дей ма? Балалар, ол топырағымызға қақап сала саламыз. Сөйтіп қолдарын қаңдар. Сендердің тұра берсін. Енді балалар, отырамыз енді балалар, мына қараңдар. Балалар, отырамыз енді. Сендер де отыра берсінші орындарына. Отырамыз. Әлі өз орнына отырады, әлі отырамыз. Олар ауаны мен осы аңғын
және де соны араластырып біраз қойып қойдық. Судың бетінде қараңдаршы, не бар? Көпіршік, не үшін көпіршік болып тұр? Ауаның топырақтың құрамында не бар екен? Ауа бар екен. Және де бетінде бір нәрселер қатып жүр ғой, не? Иә, қалдықтар. Шірінді. Шірінділер ғой. Енді оның ең түбінде қараңдаршы, сәл қоңырқай болып тұр, ол не ол? Топырақ қой, соның ішінде не бар? Су өзі су деп қойдық қой біз. Ай, құм бар емес басында, шөп тұрған құм. Енді бетіндегісі саз болып тұр балалар. Көрдіңдер ма? Сонымен топырақтың құрамында не бар екен? Құм бар екен. Ауа, су, Саз. содан кейін Қара шірінді. қара шірінділер бар екен. Дұрыс айтасыңдар балалар, дұрыс таптыңдар. Енді балалар, осы топырақ жайында қазір біз сендерге сабағымыз топырақтың құрамы ғой. Күн сондай ыстық, ал топырақ салқын, рахаттан. Біздің ауылдың топырағының ылғалы көп. Сондықтан жан-жағымыз жайқалған ағаш, қарашоқы деп бекер айтылмаған ғой. Қарашоқы деген атау топырақтың түсіне байланысты ма? Не себепті біздің ауылдың топырағының түсі қарада? Сарыөзектің топырағының түсі сары. Ол топырақтың құрамына байланысты. Қане, топырақтың құрамында не бар екенін көрейік. Топырақ ылғалды, құрамында су бар деген сөз. Дұрыс Дана, топырақ суды жауын-шашыннан алады. Жауын жауғанда топырақ көпіршиді. Өйткені құрамында ауа бар. Дана, арықтың жан-жағына қарашы, топырақты су шайып кетіпті. Иә, тек құмы ғана қалыпты. Сонда бұл топырақтың құрамында саз, құм болады деген сөз. Мұнда тек топырақ қана емес, өсімдіктердің ұсақ қиқымдары бар екен. Иә, ағаштың ұсақ қалдықтары, қураған жапырақтар, өсімдіктер мен ұсақ жануарлардың шіріген қалдықтары барлығы да қарашірік болады. Өсімдік тамыр арқылы қоректенеді. Өсімдіктер мен жануарлар қоректенеді. Жануарлардың денесінде қорытылып шыққан заттармен құстар, түрлі жәндіктер қоректенеді. Ақыры жерде қалған қалдықтары қарашірікке айналады. Топырақта көзге көрінбейтін ұсақ жәндіктер, шылаушындар, өсімдіктер мен жануарлардың қалдықтарын күрделі өзгеріске түсіреді. Осының барлығы қарашірік топыраққа айналады. Ол көзге көрінбейтін жәндіктер топырақты тым көп жасап жіберіп, топырақ көбейіп кетпей ме? Табиғатта небәрі 2 сантиметр топырақ қабаты түзілу үшін 100 жылдан артық уақыт керек екен. Бұл топырақты бір сәтте-ақ жел ұшырып, немесе су шайып кетуі де мүмкін. Онда топырақты қорғау керек қой. Топырақтың қорғаныш қабаты өсімдік. Сонда өсімдік топырақты қорғаса, топырақ өз кезегінде өсімдікке пана болады екен ғой. Иә, табиғатта барлық нәрсе бір-бірімен тығыз байланысты. Түсінікті. Ал анаға, Сарыөзектен кіреберістегі жазықта жаздың күнінде қар жата ма? Сен топырақ бетіндегі ағашын қабыршақтарды айтып тұрған боларсың. Иә, Ол сор. сор деген не? Сор деген тоздан. Олар қайдан шықты? Жауын-шашын аз жауғандықтан жер астындағы ылғал топырақтың беткі қабатына көтеріледі. Буланады. Ылғалмен бірге түрлі тұздар да жер бетіне шығып қалады. Түсінікті ме? Ол түсінікті. Тек топырақ құрамының топырақтың түсіне қандай қатысы бар?
su, hava, kum, saz, türlü tuzlar karışık bulunur. Eğer toprakta kuramında karışıklığı bol bolsa, onda topraktın üstüne kara buladı. Ağaçtın sak kaldıkları, kuragan yapraklar, өсімдіктер мен ұсақ жануарлардың шіріген қалдықтары барлығы да қара шірік болады. Қара шірігі мол, ылғалды топырақ құнарлы болады. Құнарлы топырақта өсімдіктер жақсы өседі. Өсімдік топырақты қорғаса, топырақ өз кезегінде өсімдікке пана болады. Сонымен балалар, видеодан түсіндік ба? Түсіндік ба? Топырақтың құрамында не бар екенін өзіміз тәжірибе жасадық және де видеоларда көрдік балалар. Енді балалар, бізде қазақ халқы жаңағы мал шаруашылығымен айналысқан. Ол жерде жаңағы ою-өрнектерді сол малдардың өзінің өсіріп жатқан малдарына, құстарына қарап оюдыларды ойластырған. Міне соған байланысты қазір біз сол оюларды қойып отырып сербету сәтін жасап жіберейік. Шашаққанша біз қазір ойымыз бар. Жасайық. Бірге жасайық. Міне қошқардың үйі. Сендер жасамасыңдар, қошқардың үйіне бар. Келесі. Қастабан үйі. Топырақтың құрамы деген 70-ші бетті ашыңдар. Қане ашамыз. Оқулықпен жұмыс. Іштей оқылайық, одан кейін оқып шығамыз. Қане. Ал іштей бір оқып жеріңдер. Қане, содан. Жаңа топты жұмыс жасағанда көздерді іштей оқылайыз. Бұл бетте емес. 70-ші бетті оқылатындар оқы. Toprak жердің өсімді көшетін беткі қабаты. Топырақ құмнан, саздан, қарашықтен қалады. Олар топырақ қабы мөлшері жіберге байланысты. Кей жердің топырағында құм көбірек, кейбірінде қарашірік көбірек кездеседі. Қарашірік денеміз топыраққа араласқан өсімдіктер мен жануарлардың шіріген қалдықтары. Оның құрамында қоректік заттар болады. Ауада бар. Ауасы мол топырақ болады. Құрамындағы ауаны көбейту үшін топырақ
топырақты қопсытады. Оқы. Ауа мен су топырақты Жауын-шашын. Ауа мен су топырақты Мынаны оқысышы. жауын-шашыннан соң немесе суарғаннан кейін топыраққа су сіңеді. Ауа. Оқысышы. Ауа мен су топыраққа шешіліп өсімдіктерге өте қажет. Жануарлар да топырақта пайдасын тигізеді. Мысалы, шұбарышы топырақта қозғалған сайын оны қарашірікпен қолмен және саппен араласып топырақтың құрамында өзгеріп тұрады. Топырақтың құрамы өзгеріп тұрады. Ондағы қоректі затты өсімдік бойына сіңіріп алады. Немесе жиі ұзақ жауған жаңбыр суы топырақ құрамындағы заттардың Шайып, кетуі. Беткі. Қабаты. Топырақ құмнан саздан қарашіріктен құралады. Олардың топырақтағы мөлшері жеріне байланысты. Кей жердің топырағында құм көбірек, кейбірінде қарашірік көбірек кездеседі. Қарашірік дегеніміз топыраққа арналасқан өсімдіктер мен жануарлардың шіріген қалдықтары. Оның құрамындағы қоректі заттар болады. Бүгін сабағымызды өте жақсы меңгертеміз. Дәптерге басында дәптерге жұмыс жасаймыз. Ең сонда балалар, топырақтың құрамында не бар екен балалар? Топырақтың құрамында не бар екен? Ауа, саз, қарашірік, су. Мына жазыламыз. Күнді жазайық, топырақтың құрамы, топырақтың құрамын жазайық. Жылдамдап тесте жазамыз. Жазамыз, болды. Тесте жазамыз, жылдамдатамыз. Жылдам қосып отырмыз. Тез. Топырақтың құрамында құм, саз, қарашірік, су, ауа, Қазір балалар әлі біздің тапсырмаларымыз бар. Біздер не аламыз? Жылдамдатайық. Көтеріп, дәптерімізді көлге қойып, қатесіз жазамыз, әдемі жазамыз. Болдық па? Болса, қайтып бірінші аяқтайық. Ой, жарайсың, қойсың жейді балалар, болсақ жабамыз. Болып жабамыз, балалар. Болсақ жабайық. Болсақ жабайық. Жазып болсақ жабайық. Балалар, сендерге бүгінгі сабақты одан әрі ету үшін сендерге тапсырма бергім келіп отыр. Мына топқа есте бере балалар. Топырақтың құрамын келді, топтасамыз. Бәрін атсалысулар береді. Сонда топқа не беремін? Жетон беремін, балалар. Содан болды. Сендер, балалар, 5 жол бөлем жазасыңдар. Сендер сәйкестендіріңдер. Әдетте оқыңдар, қате оқымаса сізге тапсырма берген ойлар. Бәріне беріп, ерасын келдір оқыңдар, бірінші оқыңдар. Мынау аяқтың ішінде тұрған нәрсе сәйкес
Тезірек алып қояйық, қазір уақыт бітсе болды, отыра бермейді. Осы тез сол қойыңыз. Қарныңыз жоқ деп. Үшінші топ аяқтады балалар. Оны да жылдамдамаңыз. Отырамыз орындарына. Үшінші топ аяқтады. Үшінші топ аяқтады. Болды. Отырамыз, түзіп отырамыз кән. Қал. Естен. Екі топ бітіп қойды. Алла болды. Осаңдар тез-тез ұзақ. Қайтып отырамыз. Сәке, 5 жол өлі. Тақтада тұр ғой, штоп тапсырмасы. Әсі, 5 жол өлі. Сәйкестендіру. Қандай? Топырақ қандай? Томар. Бір дұрыс сөйлем қойып жазасыздар. 4 сөзден тұратын. Болды, неге жаза берші, ұзақ жазбай. Топырақ адамға. Өздері жазды. Өздері жазайды. Дұрыс жауап берсеңдер, жаңағы топ бойынша жетонды береді. Екі топ бірінші түскендер үшін не берейін? Жылдамдарды бітіргендер үшін тапсырма орындағандарына. Дұрыс болса, алма берейін. Жарайсыңдар. Ал, балдардың жән түсін отырамыз. Сабағымыз іште кетпейді. Енді отырамыз, сөйтіп кетеміз. Кән отырақшы. Бізде топта ереже бар еді, олар өзімізді тыңдаймыз, тәртіпті боламыз, кән қалай отырамыз. Ал балалар бірінші топтан келіңдер өздерің естіңдер. Оқи ғой. Естісе жасыңдар. Бірақ сөйлем оқап қой. Ал, ұзақ айтқанда. Мен бол дегенде. Топырақтың құрамында су, саз, құм, қарашірік бар. Топырақ өте қажет зат. Ой, керемет. Кән шапалақ қойып. Жақсы. Екінші топ. Зат есім, топырақ, сын есім, қара, құмарлы, белсіздік өсімдіктерге минерал су береді. Дұрыс па? Топырақ. Дұрыс па? Етістікке біз 3 сөз жазуымыз керек еді ғой. Не істеді? Топырақ не істеді? Берді. Топырақ не істеді? Берді. Құнарланды. Топырақ не істеді? Шұғалданды. Дұрыс емес болып қапты. Енді сөйлем. Топырақ адамға өте қажет. Синонимі жер. Дұрыс, біреуі дұрыс емес. Енді оны қалай керек екенбіз? Бір нелерін дұрыс емес, сендерге бере алмаймын. Келесі үшінші топ кетіп бұл. Бұл сезім болып істесін. Ауасы мол топырақ. Жердің өсетін беткі қабаты. Дұрыс емес балалар. Дұрыс емес. Ауасы мол топырақ қандай болады? Жаңа оқыдық қой. Борпылдақ болады. Келесі. Мынау дұрыс емесін бір сіз қояйық. Топырақ. Борпылдақ болады деп қойып тұрлар. Топырақ дегеніміз не? Топырақтың өсімдік өсетін беткі қабаты ғой негізі. Не болады? Ары қарай шұғалшын Топыраққа бұл сенің сауатың. Қозғалған сайын оны қарашықпен, құммен, сазбен араластырады. Дұрыс қой балалар, Дұрыс па? Келесі қарашық. Топыраққа Араласқан өсімдікке жануарлардың шіріген қалдықтары. Бұларға бере алмаймын, қате орындап қойыпты балалар.
балалар. Енді балалар ары қарай сонымен балалар. Сонымен түсіндік қой балалар. Бүгін біз нені өттік? Топырақтың құрамын. Топырақтың құрамына не жатады екен? Не кіреді екен? Қарашірік бар екенін білдік. Олай болса балалар, кім қанша бал алды? Бесеу алды ма? Кім қанша көбірек алды? Алтыға бес деген бал алды. 10 бал қояйық. Беске 9 бал қояйық. Төртеуге 8 деген бал қояйық. Бесеу 9 деген бал қояйық. Төртеу 8, үшеу 7, төртеу 7, или 8, 8, бесеу. Жақсы. Балалар, енді балалар, мына жерде бұл сабақ түсіндіңдер ма? Топырақтың құрамында не бар екенін білдіңдер ма? Мына жерде өздерінің алдындарына аттарын жазыңдар. Түсіндім дегендерің жақсы, өте жақсы. Лесаңдар аттарын жазбайық. Ал өздерінің алдындарда ана жерге әліңдер. Жақсы. Орташа түсіндім дегендерің сары алма. Түсінбедім дегендерің жас алма алыңдар. Сонымен сабақ аяқталды. Үйде осы тақырыпты оқып келеміз. Қазір ұстанып қоймақ үйім. Сыртқа шығып кетті. Бұл ілгерді